Сәлеметсіңдер ме балалар, 2-ші сынып қазақ тілі пәні, 51-ші сабақ лепті сөйлем тақырыбы. Бірінші жаттығу өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы, тыныс белгісіне назар аудар. Менің елім алып ел, бар ғой онда бәрі дер. Өзен де бар, көл де бар, теңіз де бар, шөл де бар. Дөңес де бар, тау да бар, бақша да бар, бау да бар. Орман да бар, қырат бар, шалғын да бар, бұлақ бар. Алуан құспен аңы бар, алып елді танып ал. Өлеңнің авторы Бауыржан Жақып. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Өлең не туралы? Балалар, өлең туған жер туралы, я? Өлеңге ат қой дейді. Өлеңге менің елім деп ат қойсақ болады. 2-ші жаттығу табиғатқа не жатады? Суретті толықтырып айтып көр дейді. Ал суретке қараймыз. Суретте күн және де гүлдің суреті бейнеленіп қойған, және де өзіміз толықтырайық. Мысалы, табиғатқа аспан, жер, тау, ағаштар, гүлдер, құстар, барлық осылар табиғатқа жатады. Тапқан сөздермен төмендегі үлгі бойынша сөйлемдер құрап жаз. Қандай әдемі гүл. Құраған сөйлемдеріңді таңданысты білдіретіндей дауыс ырғағымен оқы дейді. Және не байқадың? Ал оқимыз. Қандай ашық аспан, қандай көркем гүлдер, қандай кең жазық жер, қандай әдемі құстар, қандай әдемі ағаштар. Не байқадыңдар балалар? Сондай таңданып, сондай әдемі көңіл күймен оқып жатырмыз, я балалар? Ал олай болса, мына ережені жаттап, естеріңе сақтап алыңдар. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем деп айтады екенбіз. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады екен. Естеріңде болсын. 2-ші жаттығу тиісті дауыс ырғағымен оқыңдар. Атау деді кітап оқып отырған іңкәр. Ау ботам, жақсылық деген не? Жамандықтан аулақ болу деді атасы. Ал жамандық дегеніміз не ата? Деді іңкәр. Жақсылықты ұмыту деді атасы. Іңкәр ойланып қалды. Тапсырма лепті сөйлемдерді тап. Лепті сөйлемдер атау, ау ботам, жамандықтан аулақ болу. Және де өзің жақсылық дегенді қалай түсінесің? Осы жайлы өзің кішкене ойланып әңгімелеп көрші кәне. Жалпы жақсылық адамгершілікті сипаттайтын жалпы ұғым. Адамға жағымды нәрселердің бәрі жақсылық ұғымы арқылы жүзеге асады. Жақсылық жасау адамға қуаныш сыйлайды. Кез келген адамды сыйлап ізет көрсетудің өзі жақсылықтың бір үлесі балалар. 4-ші жаттығу сөйлемдердің соңына тиісті тыныс белгілерін қойып жаз. Ал оқимыз. Өзеннің жағасы қандай керемет. Таңданып айтып тұрмыз. Бұл лепті сөйлем, леп белгісі қойылады. Айбар шалғымен шөп шапты. Бұл кәдімгі хабарлы сөйлем, нүкте қойылады. Саябақтың іші сондай тып-тыныш. Бұл лепті сөйлем. Сен нешінші сыныпта оқисың? Сұрап тұр, бұл сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемнің соңында сұрақ белгісі қойылатынын ұмытпаймыз балалар. 5-ші жаттығу өзің 2-3 лепті сөйлем құрап жаз. Алақай, бүгін мен 5 алдым. Алақай, ертең атам келеді. Мен атамды қатты жақсы көремін. Жалпы балалар, лепті сөйлем адамның көңіл күйін білдіретіндігін және де лепті сөйлемнен кейін леп белгісі қойылатындығын оқып білдік, балалар. Бұл тапсырманы орындау сендерге қиын болмайтынын білемін. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.